Бір туристің өмірі қиылған Қайындының жолы келесі жылы жөнделуі мүмкін. Бұған облыстық бюджеттен тіпті 1,5 миллиард теңге бөлінеді деп жоспарланыпты. Еске салайық, өткен айда сол Қайынды Саты жолында жан түршігерлік жол апаты болды. Қарсы бағытта жүйткіген автобус УАЗ көлігімен бетпе-бет соғылған. Екі темір тұлпар да туристерге лық толы еді. Қатты соққыдан 36 жастағы жолаушы мерт болып, тағы 34 адам түрлі жарақат алған. Сол кезде туристік компаниялар кедір-бұдыр жолдың кесірінен осындай ескі көліктерді жалдайтынын жеткізген. Өйткені әлдеқайда қауіпсіз әрі ыңғайлы машина мұндай нашар жолмен мүлде жүре алмайды. Енді табиғи парктың қызметкерлері Қайынды көліне апаратын 12 шақырым жол жөнделеді деп сендіріп отыр. 1,5 миллиард теңгедей бөлінеді деді жол салынуға Қайынды көліне шейін. Ол енді келесі жыл жоспарлы түрде іске асады деп отыр. Екінші жағы біздің тағы бір айтып жатқанымыз, тағы бір көрік жеріміз Қайынды көлі жыл сайын тоспа салу мәселесі қолға алынған. Оның құны 600 миллиондай. Сенбі, жексенбі күнде тұрақты түрде жол полиция қызметкерлері ана жерде жұмыс істеп жатыр. Егер де жаңағы талапқа сай келмейтін болса, ол көріктерді жүргізбейді.